Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл сабақта истиаза. Тақтап айтқанда Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджимді тура оқуны жанан оқуда кездешкен кейбір қаталарды айтып берем. Алғаш бір қанша рет тура оқылышын оқып берсем. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ сөзінде ең бірінші тауыш хамза, андан кейін айын тауышы келеді. Бұл екі тауыштың махражы, шыға тұрған жері бір-біріне өте жақын. Хамза тауышы алқымдың ең түбінен шығады. Ал айын тауышы алқымдың тақ ортасынан шығады. Бұл екі тауыштың махражы бір-біріне жақын болғандықтан кейбір учурларда өкөтең хамза болып шығып қалады. Аузу болып. Бұл оқылыш тура емес болып қалады. Туурасы бірінші хамзаны айтабыз, андан кейін айын тауышын шығарабыз. Ау. Андан кейінгісе айын тауышынан кейін созулуучу вау маддия келеді. Екі әрекет өлчөмдө созобуз. Аузу. Ал эми аузу деп созбой оқу бұл да ката болуп калат. Кейінгісе сөздің аяғында заль тауышы келеді. Заль тауышы үстіңкі қашқа тіштен ұшына теген жерден шығады. Заль, аз, аузу. Ал эми кейбір учурларда заль тауышының орнына зай тауышы шығып қалады. Аузу. Туурасы заль тауышымен оқуйбуз. Аузу. Кейінгі сөз биллахи. Лафзу жалала. Аллах Тааланын ысымын айтқанда жұмшақ оқылуучу ха тауышымен айтышыбыз керек. Биллахи. Ал эми кейбір учурларда ха тауышынын орнуна жон окулуучу хо тауышы окулуп калат. Биллахи болуп. Туурасы биллахи. Жумшак ха тауышы менен окуйбуз. Кийинки сөз минаш-шайтан. Шин тауышыны оздон жайып чыгарабыз. Аш минаш-шайтан. То тауышын болсо жон окуйбуз. Араб тилинде эң жон окулуч тауыш бул то тауышы. Шайтан. Минаш-шайтан. Андан кейинки сөз ар-раджим сөзі. Ро тауышында таштид бар. Тактап айтканда эки ро чыгарабыз. Минаш-шайтанир-раджим. Ал эми бир ро менен окуйу бул дагы туура эмес болуп калат. Минаш-шайтанир-раджим. Минаш-шайтанир-раджим деп окуган бул туура эмес. Туурасы минаш-шайтанир-раджим. Акыркысы ар-раджим сөзүндө жим тауышыны туура чыгарышыбыз керек. Раджим. Кейбир учурларда жим тауышы жим болуп, раджим болуп окулуп калат. Туурасы ар-раджим. Аджы. Эми дагы бир ирет туура окулушуну көрсөтүп берсек. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Мына биз бул сабакта истиазады туура окулушун үйрөнүп алдык. Эми кийинки сабакта басмала Бисмиллахир-рахманир-рахимди туура окууну үйрөнөбүз.